Ұлы Абай атамыздың 75 жылдығына арналған эстафетасын Рахымжан қызы Айзадан қабыл алдым. Өз үлесімді қоса отырып, Абай Құнанбаевтың «Пайда ойлама, ар ойла» атты өлеңін оқып берсем. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге, военный қызмет іздеме, оқалы киім киюге, бос мақтанға салынып бекер көкірек көруге, қызмет қылма оязға, жанбай жатып сөнуге, қалай сабыр қыласын жазықсыз күнде сөгуге, өнерсіздің қылығы тура сөзін айталмай, қит етуге бата алмай, қорлықпенен шіруге, аз ақшаға жалданып, 15 іске алданып, жол таба алмай жүруге. Алыста болса іздеп тап, кореннойға кіруге, талапты ерге нұр жауар, жүріп өмір сүруге, я байларға қызмет қыл, ерінбей шауып желуге, адал жүріп, адал тұр, шотың тура келуге, жаңа жақса соныңнан, жалқа уланба еруге, қисық болса закон бар, судьяға беруге, ол да аязной емес қой, алуға тендік сенуге, я өз бетіңмен тәуекел, занимайся прямотой, жеңіл көрме, бек керек, оғанда ғылым, оғанда ой, қалайынша қайда енуге. Осы эстафетаны энергосервис мекемесінің HR менеджері кітап құрты Жақсылық Нұрилаға жолдаймын.